Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет болып шығатын асқабақ кексінің рецептісімен бөлісетін боламын. Тіпті асқабақ жақсы көрмейтін адамдардың өзіне ұнап кететініне сенімдімін. Сондықтан да жасалу жолын қадағалап, үйлеріңізде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен асқабақты пеште пісіреміз. Осылай орташа бөліктерге бөліп аламыз. Мен бұл 4 бөліктен 2 кекс жасадым. Сіздер осындай 2 бөлік алсаңыздар да жетеді. Противеньге немесе орташа осындай ыдысқа жылтыр фольга төсеп, асқабақтың қатты жағын үстіне қойып, аздаған су құямыз. Және үстінде фольгамен жауып, қызып тұрған пешке 200 градусқа 1 сағатқа қоямыз. Бір сағат уақыт өтті. Міне осылай шанышқы тыққанда оңай кірілсе, демек дайын болды. Енді сәл суығанын күтіп, керекті мөлшерде асқабақты қасықпен бетінен алып аламыз. Кейін оны не блендер көмегімен, немесе жай ғана шанышқымен еземіз. Енді қамырын дайындаймыз. Асқабақ езбесінің үстіне жұмыртқа, қант, сұйық май, 1 апельсиннің цедрасы және жарты апельсин шырынын қосып, жақсылап венчикпен немесе қасықпен араластырып аламыз. Ұнға қопсытқыш, ас содасы және корицаны қосып, електен өткізіп, массаға қосып араластырамыз. Қатты көп уақыт араластырып қажет емес. Және де мен дәмдірек болу үшін грек жаңғағын осылай сәл турап қосамын. Сіздер қалауларыңыз бойынша басқа да жаңғақ түрлерін қоссаңыздар болады. Формаға сары май жағып, қамырымызды құямыз. Менде арнайы кекске арналған форма. Егер сіздерде болмаса, басқа да форма түрлеріне жасай берсеңіздер болады. Кексті 180 градуста қызып тұрған пеште 50-60 минут шамасында пісіреміз. Осылай биік болып көтеріледі және ағаш таяқшамен тексергенде құрғақ болу керек. Кексті суытып осылай да үстелге қойсаңыздар болады, немесе крем жағып, одан әрі дәмін арттыра түсуге де болады. Креміне үй температурасындағы сүзбелі ірімшік пен сары майды және қант ұнтағын қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Енді дайын кремімізді кекстің бетіне жағамыз. Және де әсемдігі үшін асқабақ дәндерін үстіне сеуіп шығамыз. Міне біздің асқабақ кексіміз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, әрі ылғалды болып шығады.
және асқабақ дәмі мүлдем сезілмейді. Сіздерге осындай пайдалы әрі өте ерекше кекс түрін жасап көруге кеңес беремін. Барлық қажетті ингредиенттер видео астындағы сипаттамада жазылған. Сіздерге видео ұнады деген үміттемін. Менің арнамда әлі өте көп рецепттер шығады, сондықтан да менің каналыма тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.